Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгінгі видео менің ас бөлмемнен қазіргі TikTokта хит болып жатқан еріншек сушиді жасап көрдім. Еріншек сушиді бірінші және соңғы рет жасадым. Бізге дәмі аса қатты ұнаған жоқ. Қыздарымыз мүлде жеген жоқ, оларға бөлек пельмен жасап бердім. Құрамына кеткен заттарға және уақытқа қарап сатып алған дұрыс деген шешімге келдім. Видеоны басынан бастап түсірдім, бірақ дәмі ұнамағандықтан ешқандай рецепт шықпайды. Хит болып жатқан нәрсенің барлығына қызыға беруге болмайтынына тағы да көзім жетті. Егер сіз жасап көрсеңіз, дәмін тартып көрсеңіз, онда комментарийге өз ойыңызды жаза кетіңіз. Видеоның соңында еріншек сушидің қалай шыққанын көре аласыздар. Түрі өте әдемі және қатты майлы. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.